Құрметті форумға қатысушылар, қадірлі қонақтар, Түркістан өңірі үшін өте бір бүгінгі болатқан жақсы бір іс деп айтамыз. Өйткені бұның нәтижесінде жалпы Түркістан өңірі алдыңғы қазіргі таңда инвестиция жағынан алдыңғы қатарда республикада көшбасшы болып келе жатыр. Біздің арнайы шақыртуымыз қабыл алып, елімізде халық көп шоғырланған өңірге және тарихы терең Түркістан қаласына келгендеріңіз үшін барлықтарыңызға алғысымызды айтамыз. Түркістан қаласында ұйымдастырылып отырған Түркістан International Investment and Tourism Forum 2025 халықаралық инвестициялық форумға барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Бүгінгі форум жаңа бастамаларды және инвестициялық жобаларды іске асыруға арналған маңызды алаң. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев және Қытай Халық Республикасы төрағасы Си Цзиньпин мырза осы күнге дейін 8 рет кездесіп, аса маңызды құжаттарға қол қойған. Түркістан облысы құрылғаннан бастап Қытай компанияларының қатысуымен жалпы құны 165,5 миллион ақш доллар құрайтын 7 инвестициялық жоба іске қосылды. Одан бөлек облыста Қытай инвесторларының қатысуымен бірқатар жобалар іске асырылуда. Осы жобалардың нәтижесінде өңір экономикасына шамамен 1 миллиард долларға жуық инвестиция бағытталады деп жоспарлап отырмыз. Оны атап айтатын болсақ, текстиль кластерін құру, ірі қара мал сүйегін, май және желатин компоненттерін шығару зауыты, көкөністер кептіру және қайта өңдеу зауыты, 300 мегаваттық күн сәулесі электростанциясы, бейне бақылау камера шығару зауыты, еден жабындарын шығару зауыты, мата өндіру, джинсы маталарын және иіржіп шығару зауыттарын құрылысы жүріп жатыр. Қазіргі уақытта облыста инвестициялар дайын инфрақұрылым бар жер учаскелер ұсынатын индустриалды аймақ және дайын ғимарат жеңілдетілген шарттар жалдау немесе сатып алу құқығымен беріп отырмыз. Шағын өндірістік парктеріміз бар. Сондай-ақ терең өңдеу өндірістерін ұйымдастыру үшін инвесторларға салықтан кеден төлемдерден босатылатын арнайы экономикалық аймақтарымыз жұмыс жасауда. Құрметті достар, сіздерді осы сөзімді қорытындылай отырып, алдағы уақытта бірлескен жобаларымызды сәтті іске асырып, екі жақты ынтымақтастығымызды одан әрі дами түседі деп сенемін. Біздің тарапымыздан барлық компанияларға бастамаларына жан-жақты қолдау көрсетуге сөзімді беремін. Назарларыңызға рахмет.